Интернет роумингте есімнен Android'та 2 минутта баптау жолы. Интернет өздігінен істеп кетті ме? Онда басқа пайдалы роликті көріңіз. Ал кейбір үлгіде VPN қосылу нүктесін қолдан жазу керек. 7 әрекет. Болды, дайын. Бірінші баптауға кіріңіз. Подключение бабын ашыңыз. Диспетчер сим-карт, мобильные данные, eSIM бөліміне кіріңіз. Алдыңғы мәзірге оралып, мобильные сетиді ашыңыз. Точки доступа, eSIM добавить мәзірін ашыңыз. Қосылу нүктесінің атын жазамыз. Билайн интернет. Қосылу нүктесі internet.beeline.kz. Қосылу нүктесін сақтап, оған өздігінен қосылу белгісін қойыңыз. Бір қадам артқа қайтып, данные в роумингені қосыңыз, 5G, LTE, 3G, 2G басыңыз. Смартфонды қайта жүктеңіз. Болды, желідесіз. Интернет болғаны жақсы, әсіресе роумингте.